саламатсыздар ма барлықтарыңызға оқушылар, бүгінгі ашық сабағыма қош келдіңіздер. Бізде бүгін ақпан айы жасампаздық пен жаңашылдық айы болып табылады, иә балалар? Осы аптаның дәйек сөзі қандай балалар? Кім біледі? Жасампаздық бәрімізге керек. Жарайсыңдар балалар. Ендеше барлығымыз сабағымызды бастамай тұрып топқа бөлініп алайық, иә? Неге балалар, осы тізім бойынша әрқайсының фамилияларыңды тауып, топ-топтарына отыра қалыңдар. Сізге қандай тапсырма беріліп еді? Еске түсірейікші? Дұрыс айтасыңдар, заттардың тасымалдануы деген тақырыпты өткен болатынбыз, иә? Ендеше сол тақырыпты еске түсіріп кетейікші. Кезекпен сұрақ қояйық, шетімізден жауап берейік, иә? Так, біздер топтасын жалғастырып тұр. Қоректік заттар дегеніміз не жалғас? Заттар ол адамға пайдалы заттар. Пайдалы заттарды айтамыз, иә? Келесі. Қоректік заттар адам ағзасына қалай түседі? Аман, тамыр арқылы және жануарларға тағам арқылы, иә? Өте дұрыс, жарайсың. Келесі бізде Алиева Анара. Қоректік заттар адам ағзасына қалай тасымалданады? Қан арқылы. Дұрыс айтасың, қан арқылы тасымалданады. Жұмабек Нұргелді, өсімдіктер су мен қоректік заттарды қай жерден алады? Тамырдан. Тамыр арқылы сіңіреді. Молодец, жарайсың. Келесі Әлімхан Кәусар, өсімдіктерде су мен минералды заттарды тасымалдайтын ұлпа қалай аталады? Өткізгіш ұлпа. Жарайсың, өткізгіш ұлпа деп аталады, иә балалар? Инабат. Келесі сұрақ саған. Қоректік заттар не үшін қажет? Су мен тіршілік үшін. Өсу және тіршілік үшін, яғни бізге тіршілік үшін ең маңызды нәрсе ол қоректі заттар балалар, иә? Және соңғы сұрақ Алиге түсіп тұр екен. Али, қоректік заттардың тасымалдануы не үшін маңызды? Барлық ағзасына не істеу керек? Қорек жеткізілуі керек, иә, Али? Жарайсыңдар балалар. Қандай сурет көріп тұрмыз және оны немен байланыстырамыз? Өкпені көріп тұрмыз, иә? Бүгінгі тақырыбымыз қалай болады деп елестетесіңдер? Мына суретке қарап, бүгінгі тақырып тыныс алу туралы болады. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз адамның тыныс алуы тақырыбы. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жаза қойыңдар. Адам ағзасының тіршілік үшін тыныс алу өте маңызды процесс. Ол біздің әрбір жасушамызды оттегімен қамтамасыз етіп, көмірқышқыл газын шығаруға көмектеседі. Бұл жүйе күрделі құрылымдардан тұрады. Тыныс алу мұрын қуысынан басталады. Мұнда ауа жылынып, ылғалданып, шаң тозаңнан тазарады. Одан кейін ауа жұтқыншақ арқылы көмейге өтеді. Көмей дыбыс түзуге қатысатын дауыс желбезегін қамтиды. Ол тыныс алу жолдарын тамақтан қорғайтын қалқанша шеміршекпен жабылған. Көмейден кейін ауа кеңірдекке түседі. Кеңірдек шеміршекті сақиналардан тұратын түтік. Ол ауаны өкпеге қарай өткізеді. Кеңірдек екі негізгі бронхқа тармақталады. Бронхтар өкпе ішінде ұсақ бронхиолаларға бөлініп, соңында альвеолаларға жетеді. Өкпе тыныс алу жүйесінің негізгі мүшесі. Олар кеуде қуысында орналасқан. Өкпе ішінде миллиондаған ұсақ ауа қапшықтары альвеолалар бар. Альвеолалардың қабырғалары өте жұқа болып келеді. Олар қан тамырларымен тығыз байланыста. Альвеолаларда оттегі қанға өтіп, көмірқышқыл газы қаннан альвеолаларға шығарылады. Бұл процесс газ алмасу деп аталады. Тыныс алу мүшелерінің осылайша үйлесімді жұмыс істеуі ағзаның қалыпты қызметін қамтамасыз етеді. Видеоны көру арқылы біз не жайлы білдік? Адамның тыныс алуы жайлы білдік, яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз адамның тыныс алуы тақырыбы балалар. Біздің басты мақсатымыз сабақтағы тыныс алудың маңызын анықтау, тыныс алған кезде және тыныс шығарған кездегі ауаның құрамының өзгерісін ажырата алу және тыныс алу кезіндегі газдардың өзгеру себептерін түсіндіру. Енді осы сабақтағы біздің басты құндылықтарымыз балалар денсаулықты сақтауға баулу және де экологиялық мәдениетке баулу. Экологиялық мәдениетке баулған кезде біз тыныс ала отырып, ауаны ластамауды, зиянды әдеттерден аулақ болуымызды, сонымен қатар таза ауамен тыныстай отырып, денсаулығымызды сақтауды құндылық деп қабылдауымыз қажет. Тыныс алу дегеніміз не екендігін айта кетейік, балалар. Тыныс алу дегеніміз адам мен
жалпы тірі ағзалар мен қоршаған ортаның ортасындағы газ алмасу процесі. Яғни біз тыныс алған кезде өкпемізге ауаны сіңіріп, қайтадан орнына көмірқышқыл газын, яғни қажетсіз ауаны сыртқа шығару процесі, қоршаған ортамен газ алмасу процесін біз тыныс алу деп айтады екенбіз. Енді тыныс алған кезде оттегі ішке енеді, ал көмірқышқыл газы сыртқа шығарылады. Және де осы тыныс алу мүшелерінің ең басты мүшесі бізде бұл балалар өкпе болып табылады. Өкпе кеуде қуысында орналасқан мүше. Оның түсінің қызыл болу себебінің балалар себебі жаңағы альвеолалардың барлығы майда қылтамырлармен қапталғандығында. Жаңа біз сендермен видеода көргеніміздей өкпе неден тұрады дедік? Тыныс алу жолдары бірінші мұрыннан басталды, көмейге өтті, кеңірдекке келді, содан кейін барып өкпеге түсті. Ал өкпенің ішінде не бар деді? Альвеолалар. Ол майда көпіршіктер екен. Сабақ барысында тағы да осы мұлайзармен таныса отыратын боламыз. Тыныс алу жолдарын қайталап өтейік. Ең алдымен ауа мұрын қуысына келеді. Мұрын қуысының қызметі балалар тыныс алған кездегі ауаны жылытып және шаңғы тозаңнан өкпемізді қорғау. Көмей бұл ауаны жұтқыншақ пен кеңірдекке екеуіне бөліп қарастыратын орган болып табылады екен. Ары қарай кеңірдек арқылы өкпеге түседі, ал өкпе бізде газ алмасу жүйесінің ең маңызды мүшеміз. Ауаның құрамындағы атмосфералық ауадағы айырмашылықтарды анықтайық. Біз тыныс алған кездегі бізді қоршаған атмосфералық ауаның құрамында 21% оттегі, 79% азот және 0,3% көмірқышқыл газы бар екен. Ал шығарған кезде балалар не істейді екен? Айырмашылық байқадық. Мына жерге қарасақ, оттегі 16%, ал көмірқышқыл газы 4%-ға артып кетті. Демек, біз сіңірген 21% оттегіміздің 5% ағзамызға сіңіріліп, қалған 16% ғана далаға шықты, сыртқа шығарылды. Ал көмірқышқыл газы керісінше біз сіңірген кезде ол аз қандай еді, 0,3% еді. Ал тынысымызды дем алып, тынысымызды шығарған кезде оның пайызы қаншаға көбейді? 4%-ға көбейді. Яғни бұл жерден біз нені көріп тұрмыз? Тыныс алған кездегі және тыныс шығарған кездегі ауаның айырмашылығын көріп тұрмыз. Алудың көлемі мен жиілігі жайлы айтайық. Тыныс алған кездегі біз білеміз, өкпеміз белгілі бір көлемде ауаны өзіне сіңіріп алады тыныс алған кезде. Енді ол ересектер мен кішкентай балаларда айырмашылығы бар екен. Яғни өкпенің сыйымдылығы, өкпенің біздің тыныс алуымыздың жиілігінің біршама айырмашылығы бар екен. Тақтаға қарасаңыздар, 2-3 жастағы балалар, кішкентай сәбилер, жаңа туған балаларда тыныс алу жиілігі минутына 20-30-ға дейін жетеді екен. Ал кішкене өсе келе 5-7 жасқа келген кезде олар минутына 25 ретке дейін тыныстайды екен. Ал біз сияқты үлкен ересек адамдар 1 минутта 16-18 рет тыныс алады екен. Себебі балалар, кішкентай балалардың қан айналым жүйесі аз болғандықтан олардың тыныс алу жиілігі көбірек болады екен. Және де балалар, осы тыныс алу жиілігіне келген кезде қай кезде біздің тыныс алуымыз жоғарылайды? Кім айта алады? Дұрыс айтасың. Біз далада біз далада жүгіріп немесе қозғалыс жасайтын болса, бізде тыныс алу неміз жоғарылайды. Және де біз жүрегімізде қаттырақ соғады. Өте дұрыс балалар. Яғни біз физикалық күш жұмсаған кезде, далада жүгірген кезде, секірген кезде біз не істейміз? Тыныс алу жиілігіміз артады. Сәйкесінше оттегіге де сұраныс көбейеді екен. Ал балалар, тақырып түсінікті болса, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма, дәс қойындар жеткізімі. Скриптері дұрыс жауап болған жағдайда 2 балл. Мен сендерге алдарына бағалау парақшаларын таратып берейін. Сол арқылы фамилияларды жоғарғы жағына жазып, әрқайсыларын өздерінің алған ұпайларыңды жазып отырасыңдар. Қалған бір ұяшығыңды таңдай ғой. Дауыстап оқимыз. Ауадағы оттегінің мөлшері қандай? 21%. Дұрыс екен, жарайсың.
адам тыныс алғанда ағзаға қандай газ кіреді? Көмірқышқыл газы кіреді. Көмірқышқыл газы кіреді. Басып көр. Жауабы дұрыс емес болды. Тағы да кішкене талқынып көреміз. Сұрақты кім жасап көреді? Жанерке келе ғой. Тыныс алғанда оттегі кіреді. Ауадағы көмірқышқыл газының мөлшері қандай? Жарайсың. Так. Тыныс алу Дауыс дегеніміз неміз шығарам. адамның ағзасына оттек кіріп, көмірқышқыл газының сыртқа шығу үдерісі. Қане, жауабын көрейік. Дұрыс екен бала. Тыныс алудың негізгі мүшесі қандай? Тыныс алудың негізгі мүшесі өкпе. Дұрыс, жарайсың. Өкпеде қандай үдеріс жүреді? Дұрыс екен, жарайсың, отыра ғой. Тақырыпты біразымыз біршама жақсы меңгерген сияқтымыз. Екінші тапсырмаға көшейік. Бұл жерде балаларымыз топпен жұмыс жасап көрейік, иә? Алдарында тәжірибелер алаңы, кішігірім тәжірибе жасап көрейік. Бұл бағалау критерийі. Сендер сол тапсырманы бірінші болжам жасай алуларың керек, оның себебін түсіндіре алуларың керек, және логикалық түрде оны дәлелдей алуларың керек, иә, тапсырманы. Бұл жердегі балалар қалыптастырушы бағалау, яғни жалпы балл 5 ұпай беріледі. Алдарындағы бағалау парақшаларына балдарыңды жаңағы бірінші ұпайдың, бірінші тапсырманың ұпайларын жазып қосып отырыңдар. Басты құндылық бұл жерде экологиялық мәдениетте баулу. Тапсырмаларды қарап бере қояйық. Сенде бірінші топ, иә? Екінші топтың тапсырмасы. Екінші топ тапсырмаларының үшінші топ қандай тапсырма? Екінші топпыз, оттегі тобы. Және бізге берілген тәжірибе ол айнаға дем шығару. Және де бізге бірнеше рет дем шығару қажет болған еді. Және тәжірибе нәтижесінде не байқағанымызды айтамыз. Ал енді инабат бізге қазір дем шығарды. Айнаға үрлеген кезде адамнан көмірқышқыл газымен бірге аз мөлшерде су болады. Тоқтап кетсем, мына айнаға біз бірнеше рет көбірек дем шығардық. Және де біз көптеген уақыт бойы ол жерде неге су болар шығындадыр деген ой болды. Сонда біздің дем алғыры шығарған кезде көмірқышқыл газымен бірге, 4% көмірқышқыл газымен бірге азғантай су болар шығатынын Жарайсыңдар, молодцы балалар. Мен сендерге сабақты түсіндіргенде бір нәрсені айтпай кеттім, иә? Яғни әдейі сендер соны таба алар ма екен, таба алмас па екен? Тыныс шығарған кезде қосымша бізде су болары бөлінетіндігін айтпадым, иә? Сендер соны дәлелдеп шығара алар ма екен, көре ме екен деген мақсатым болған, иә? Молодцы, жарайсыңдар. Екі стаканға екі ақ су құйылған. Бұл жерде бірінші ақ суда ол жерде үрленбей алмастырылмаған. Ал бірінші стаканда бұл үрленіп алмастырылған кезде бұл аппақ болып шықты. Себебі біз өзіміздің ішіміздегі көмірқышқыл газымызды осы әк сумен байланыс жасағанда бұл ақ түске айланды. Бұл яғни таза әк суымыз яғни Лайланады дейді. Дұрыс айтады балалар. Яғни көмірқышқыл газы бұл түтікшемен үрлеген кезде әк суы, қараңыздар балалар. Иә? Әк суы көмірқышқыл газының әсеріне қандай болып кетті? Лайланып ақ түске, яғни кальций карбонаты түзілді. Амына бақылау несі өзгеріссіз қалды, иә? Жарайсыңдар балалар. Үшінші топ азот тобы. Бізге берілген жұмыс шарды ауызбен дем шығару, шардың қаншалықты үлкейгенін бақылау. Біз қазір отырып тұрған соң біз шарға үрледік. Біз қимылдаған соң бірнеше қозғалыс болған соң біздің өкпемізде ауа алу жері кішірейді. Сондықтан да шар кішірейіп тұр. Әшейін отырып бір дем шығарғанда бізде шар ең үлкені болды. Себебі біздің өкпеміз қозғалыссыз болды. Қорытынды біз
Қай жағдайда тыныс алу көлемі көп болды? Бізде жай отырғанда. Қандай факторлар тыныс алу көлеміне әсер етеді? Бұл факторлар біз қозғалыстан кейін болуы. Яғни қозғалыс сендерге әсер етті, иә? Өкпелеріңнің сыйымдылығын, яғни өкпеден белгілі бір көлемде ауа шығатыны шар арқылы сендер біліп көре алдыңдар, иә? Жарайсыңдар. Бағалау критерийіне қарап, бір-бірімізді қалыптастырушы бағалау ретінде жалпы 5 ұпаймен бағалап шақшы, бірінші топ, екінші топқа ұпай беріңіздер. Біз екінші топқа 5 балл береміз, себебі олар болжам жасай алды, себебін түсіндірді және логикалық түрде дәлелдеді. Жарайсыңдар, 5 ұпайларыңды жазып қойыңдар. Сөйтіп, екінші топ, үшінші топты бағалайық, болжам бағалайық ғой. Біз екінші топ және үшінші топты бағалайтын болсақ, олар барлық критерийді дұрыс сақтады, болжам жасады және де себебін түсіндіріп логикалық түрде дәлелдеді. Сол себепті мен 5 балл менің ойымша, олар 5 баллға лайықты, себебі болжам жасай алды, себебін түсіндірді және де логикалық түрде түсіндіре алды. Жарайсыңдар, балалар. 3 топта бір-біріне 5 деген ұпай қойды, бағалау парақшаларына жаза қойыңдар. Жұптық жұмыс болу үшін біз қасымыздағы көршімізбен жұптаса салайық, иә? Жұптық жұмыс терминдік диктант, балалар, дәптерге орындаймыз. Дескрипторлары тыныс алуға қатысты негізгі ұғымдарды дұрыс жазған ұпайларыңды потом жазасыңдар, иә? Қалыптастырушы бағалар бұл жерде 3 ұпай, жалпы құндылық, жауапкершілікке тәрбиелеу, яғни көршіңмен жаңағы жұптасқан жұбыңның жұмысын әділ бағалау, жауапкершілікке тәрбиелеу. Жарай ма? Адамның тыныс алу ағзаға оттегі кіру және көмір қышқыл газының сыртқа шығу үдерісі. Тыныс алудың негізгі мүшесі өкпе. Тыныс алғанда ауа кеңіртек арқылы өкпеге өтеді. Жарайсыңдар, балалар. Отыра ғой, келесі жұпты шақырайық. Кәусар мен Нұрбану келе ғой. Адамның тыныс алуы ағзаға оттек кіруі және көмір қышқыл газының сыртқа шығу үдерісі. Тыныс алудың негізгі мүшесі өкпе. Тыныс алғанда ауа кеңіртек арқылы өкпеге өтеді. Жарайсың. Өкпеде оттек пен көмір қышқыл газының алмасуы жүреді. Тыныс шығарғанда ағзадан көмір қышқыл газы бөлінеді. Мен Назеркеге 3 балл қоя аламын. Себебі ол еш нәрсені қателеспей дұрыс айтып шықты. Дұрыс. Назерке, сен Өте 3 балл қоямын, себебі тыныс алуға қатысты ұғымдарды дұрыс жасады, оттек пен көмір қышқыл газының рөлін ажыратты, тыныс алу мүшелерін дұрыс айтты. Жарайсыңдар, балалар. Сабағымызды осы тыныс алу тақырыбын қорытындылайтын болсақ, тыныс алу процесі адам өміріндегі негізгі ең ауқымды процесс болып табылады екен. Ол ағзаның барлық жасушаларын оттегімен қамтамасыз ету үшін қажет ең ағзаға қажетті процестің бірі екен, иә? Сабағымызды қорытындылау үшін бекіту сұрақтарын жасап көрейік. Айт оқырken Ересек адам 1 минутта орта есеппен неше рет тыныс алады? 16-18 рет. 16-18 рет, дұрыс. Адамның тыныс алу мүшесі өкпе. Өкпе. Ал тыныс алу жолдарын айта аласың ба? Тыныс алу жолдары мұрыннан көмейден кеңіртек, кеңіртектен өкпеге. Дұрыс, жарайсың, отыра ғой. Тыныс алу жолдарын мұқият қарап жаттап алу. Қандай жолдар бар екен? Жұтқыншақ, кеңірдек, оң жақ өкпе, мұрын қуысы, кеңсірек, көмей, сол жақ өкпе. Дұрыс, бала. Ауа құрамындағы азоттың мөлшері қанша? Ауа құрамындағы азоттың мөлшері 79%. Жарайсың, Ибрахим. 79% бізде азоттың мөлшері. Бала, тыныс алғанда азоттың мөлшері өзгере ме екен? Өзгермеді, атмосферада да 79, тыныс алғанда да 79, тыныс шығарғанда да 79 күйінде өзгеріссіз қалды. Ендеше балалар, үйге тапсырма 38-ші тақырып адамның тыныс алу тақырыбы мұқият оқимыз. Тақырыптың соңындағы тапсырмаларды орындаймыз дәптерімізге және қосымша мәліметтерді жинақтап
келеміз, ал балалар, бір-бірімізді жаңағы бағалау парақшасына бағалаған ұпайларымызды жинақтап, жалпы балдарыңызды шығарыңдар және мұнда тұрған бағалау шкаласына қарап, өздерінің бағаларыңды шығарыңдар. Деңдер, бағдаршамның жасыл түсін, егер ұнамады, ештеңе түсінбедім десеңдер, қызыл түсін, ал егер де барлығы ұнады, бірақ кішкене қиналып тұрмын, сұрақтарым бар десеңдер, сары түсін белгілеп шығыңдар.